Sözüne otur edim sıra balkıp, bavurum ket almadın sıra kalkıp. Осы отқанда жұмыста отырмын мен. Қайтесің маған інім күмән артып, халқымның өстіп сөзін сөйлеп отсам, не жұмыс керек маған бұдан артық ей. Қыз болса отырар ем күдірейіп, қасыма келіп қалдың бүгін еп. Әсер беріп қасымда отыратын әсемнің де орны тұр үңірейіп. Негізі оны құртқан мына сенсің. Бауырым ақиқатқа жүгінейік. Орныңа Павлодар қыз жіберсе, ағаңның шықпаушы мед үні бейік. Вақтыға келіп тұрған еркек құсап, сүреге шығып тұрмын сүмірейіп ей. Сөзіңе жауап берсем лезде бірден, самы түстің ой самаладай көзге бірден. Бауырым мен жұмбақты шеше алмаймын, қыздың қыбын ежелден сезгеніммен. Өтірік өлеңге де бара алмадым, жаңылып қала берем сөздерімнен. Бір-екі рет айтып ем әйеліме, ол да біліп қойды ғой көздерімнен. Сондықтан мен өтірік айта алмаймын, естуге кейде бірақ төзгеніммен. Микро шенеуніктің біреу едің, өтірік артылама өздеріңнен ей. Теңіздей болсаң дағы тереңдігің, темірдей болса дағы тегеурінің, екі басың болса да иығыңда бауырым құтылмайсың менен бүгін. Өзіңнің жағдайыңды неге айтпайсың саңыраудай жасырған кереңдігін. Өткенде Ақмоланы шақырып ап, шетке сырып тастадың шеберлігін. Құдай берді ағамыз бастап барған, көтерген ағам еді өлең құнын. Еліне құралақан қайтардыңдар, көрсетіп өреңіздің төмендігін. Жағалатсып отсаң да біліп тұрмын, жағдайыңның бітерін немен бүгін. Құдашты қазы қылып алып келген, құдайдың көрмейсің бе шеберлігін ей. Қонақ боп төрге абзал еніп жатса, қошеметін аямай елім жатса, өздеріңнен үйренген үлгіміз ғой, қарағанды шақырып жеңіп жатса. Еде болса өзіңнен көресің ғой, бала бүгін балдарың кеміп жатса, Көкшетауға жасаған қиянатың көп кешікпей алдыңнан келіп жатса. Бауырым қалай жорғалайды, ақынсың Павлодарға болған әйгі. Ағайым бір қызықты айтайын ба, естісін онда халық онда жайды. Жиналып Павлодардың ақындары, жатып ап біздің жаққа жол қарайды. Қарағанды өз жерінде жеңеді деп жанарынан жастары сорғалайды. Құласақ та бір қалып құлайық деп, қайғылары күніге тонналайды. Филиалының бастығы Аспанбек қой, асығаттай айдап шыққан молдағайды. Бауырым қайда келгеніңді білесің бе? Мақсат неге намысын қорғамайды? Бұқар жатқан даланың дархан елі бұрмалауды ешқашан қолдамайды. Қазыбектің елінде отырғанда қазылар белден басып қорламайды.
өлең ғой жеңілетін жеңетінде, осыған жөнің бар еді көнетінде. Өткенде Павлодарда жағдай бопты жүрмейді экранның не бетінде. Астанаға жарысқа шыққан балалар ДТП-ға түсіпті советінде. Тренері сол жерде қайтыс болып, жеткіншектер қалыпты жел өтінде. Қайғыңа ортақтасып көңіл айтам, халық қой туатында көметінде. Қараусыз ол балаларды кім жіберген, қалмаған ба сонда адам сенетінде. Гаидан сапровод жасалмапты, жолдың ашып жүретін бөгетінде. Әкімін қайда қарап отыр екен, балаларды жіберген неге түнде. Әй біраған оған қайтып өкпелейсің, нашар боп тұр ақылды беретінде. Кеңесшісі абзалдар боп тұрған соң, кемшілік кемімейді керекуде.